не істеп баратсыз мені? Не істеп баратсыз? Мен сіздің бәрі видеоға түсіремін. Урод, блин. Мынау адам мен кетіп баратсам, мені құйрығымнан ұрып бара жатыр. Сіз кімсіз? Сіз кімсіз? Неңіз бар менде? Мен неге ұрватсың? Мына адамның түрін қараңыздар. Вот, инстаграмға шығарам мен сізді. Больной, что ли, блядь? Заявление жазам, мен сен түріне көресің ғой. Ауру, блин. Ақша керек болса жаз. Ақша керек болса жазба. Менде осындай бүгін керемет макияж, осындай шашта укладка және де каскад қылып шашымды қидыртқан болатынмын. Бүгінгі образым өте қатты ұнады және де сағат 12-де менің туылған күнім. Сондықтан да күшті рилс түсіріп қайттым. Съемкаға барып фотолар түсірдім. Бұйыртса сіздерден тек қана қолдау және де құттықтау күтетін боламын. Алейкум, тағы да қалайсыздар, амансыздар ма? Мен құдалықтан қазір келдім. Жігіттердің жасаған жұмыстарын бір көрсетіп қояйын сіздерге. Уже подшиферник қағылды бергі жаққа. Подшиферниктардың арасы 50 болды. Өзі профлисқа 50-ден қағады екен. Одан кейін мына екінші рядқа қарасаңыздар, тағы да стойка қойылып шықты, подпор бердік тағы да, чтобы крыша мықты болу үшін. Осындай. Бүгін мінеки бер жақтың полын подшиферник қағып қойыпты. Жігіттер тоқтап қалған. Неге десеңіздер, шеге бітіп қалған ғой, шеге. Енді алла қаласа ертең шеге алып, ар жағын жалғастырамыз бұйыртса. Және тағы да алдыңғы жақта шестигранниктің төбесін балқа шығарып қойыпты. Қазір мен сіздерге соны көрсетемін. Мына жұмыстың өзі бүгін әжептәуір жұмыс біткен екен. Кәдімгі базар жоқ. Мықты жұмыс біткен екен. Бүгін кеш сағат 8-ге дейін істеді жігіттер. Аллаға шүкір. Міне, көріп алыңыздар. Ал енді одан кейін, міне бүгін шестигранниктің төбесі мынандай болып шықты, көрдіңіздер ма? Үшбұрышты көріп тұрсыздар ма? Бұрыш қалай шыққан қараңыздар, жақындап көрсейінші, міне, қараңыздар. Шестигранниктің төбесі осылай бөлек отдельно жабылады өзі. Алдында енді неде конвертте көрдіңіздер ғой, өзі бөлек жабылған. Бұл жолы бірақ өйтіп қатты білінбейді, потому что бұл кәдімгі крыша бәрі бірге болып кетеді. Сол үшін отдельно сіздерге көрсетіп қояйын дегенмін, чтобы түсінікті болу үшін. Мына көрдіңіздер ма? Қалай шыққан бұрышы бәрі. Арғы үлкен скатқа жалғасып кеткен мынау бұрыш. Мына жерден былай шығып тұр. Осы алла қаласа мансард мына жерде мансард болатын болды. Мансардтың лестницасы. Ненің қасында болады балқасы? Алдында бола ма? Яғни где-то осы жерде топтың жанына қоямыз бұйыртса. Лестницамен сырттан көтеріліп кетеміз да неге? Мансардқа. Сондай бірдеңе жасаймыз осы. Ойластырып жатырмыз оны, қазір сызып жатырмыз, қарастырып жатырмыз. Сіздерге айтамыз оны тағы да бөлісеміз бұйырса. Тупой адамға да түсінікті ғой, что сені алдап кетті, ақшаңды алды, сені забайырт етіп тастады, значит, что-то не то деген сияқты. И жаңағыдай маған айтады, Диана номерін берші, көрейін мен, сен болмаса сен номерін берші дейді. Еще чего, мен не үшін номерін берем, танымайтын адамға. Мен не үшін Диана номерін берем. Мало ли что, оны звондап, жазып, мазасын алып жібересің деген сияқты. Түсінбеймін мен, білмеймін мен, қалай түсіндірерім ол кісіге, полын айтып түсіндіріп жатырмын. Бұл Диана емес, ана жаңа бір Диас деген бала ма, үлкен кісі ма, соған жіберген екен ақша. Диас Б дей ма, бірдеңе дейді. Соның ақыр Каспий бар екен да, Каспийна номерін бар екен, соған ақша жіберген екен. Сол номерді барда берсейші полицияға, тауып берсін кім екен. Сен ақыр сол адамға ақша жібердің ғой. А при чем тут я деймін да? При чем тут Диана? Түсіндіре алмай жатырмын ана кісіге же, киімсіз жүрген жаңа киінші бірдеңе деп жазып жүріп, полный ақылып киініп аласың, короче, күйгенде не киіп кетсін деп. Хала Мадрид. Полный ақ. Өзінде ақ. Короче, бұйыртса бүгін 12-ден кейін жұмышқаның туған күні. Соған кішігірім бірнәрсе түсіріп отқан жайымыз бар. Алла қаласа 12-ден кейін бұл қызда 24 кетіп алады. Сіздерден жандырма үшін жақсы құттықтаулар болса. Давай. Бисмилlah. Съемкідеміз, пока көрсетпеймін не болып жатқанын. В общем, мына студияны жалға алдым 3 сағатқа. Қазір дейтін осындай фигнялардың өзі ақша. Страшно болып кеткен есі қазір, біләді. Ауамыз ғана тегін болып тұр ма, или таза ауада ақша болып кетем екен спорым. Бәрі ақша қазір. Но, по идее, бір үлкен комнатаны алғанда неше түрлі
декорация бірдеңе қойып тастаған, соның өзі ақша қазір. В общем, киін дейсіңдер, мен киінсем осындай болып кетемін да просто. Сол үшін киінгім келмейді. Бәрі бойдақты ойлап қалады да. Бәрі бойдай енді жазып кетеді да, сол үшін киінбей сәл әбіржіп жүретінмін ғой мен. Сол дайындық кетпеш, ана мынау үлгеру керек болып жатыр, короче. Халамадырек болып тұрып. Негізі бұлай киінсем солидный болып қалмай, байғайсыңдар ғой. Жаман әдемі болып кетемін да, сол қорқам бар ғой. Штраф салып жібере ма деп әдемілікке ше.